Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. YouTube'тағы ақпарат арналарынан бәсіміз биік болсын деп, журналистік зерттеумен түгескен талдауы бар тағы бір бағдарламаны бисмилля деп бастамақпыз. Бүгін білім ошақтарындағы оқушылардың оспадар қылықтары мен жан түршігерлік жағдайлар туралы айтамыз. Ендеше кеттік. Ата-ананың тілегі адам болып өскенің, адамдықтың тірегі адал болып өскенің. Күншығыс халқының бір ойшылы 10 жылын ойлаған аға шегеді, ал 100 жылын ойлаған бала тәрбиелейді деген екен. Өскемендегі оқушы қыздар арасындағы болған жағдай жаға ұстатты. Әлеуметтік желіде жасөспірім қызды құрдастары шешіндіріп, аяусыз ұрып соққан бейне жазба тарады. Полиция бұл факт бойынша тергеу жүргізіп жатқанын хабарлады. Алайда аталған мектептегі басқа балалардың ата-аналары бұзақылар жазадан сытылып кетеме деп алаңдаушылық танытып отыр. Құқық қорғаушы Дина Таңсәрі зардап шеккен мектеп оқушысы бұған дейінде талай мәрте жәбір көргенін айтты. Сондай-ақ президент Қасым-Жомарт Тоқаевтан істі жеке бақылауға алуды және Қазақстанның білім беру жүйесіндегі жағдайды өзгертуге барлық күш-жігерін жұмсауды өтінді. Мектеп қабырғасында жүріп ақ мұндай тәртіпсіздік жасайтындарды тәрбие көрмеген тексіз деп айтуға әбден болады ғой енді. Құрметті ата-аналар, бала сіздерге аманат. Ақылы толысы өмір аламанында өз бетінше әрекет жасамайынша бақылауда ұстаңыздар. Балаңыз тар қапасқа тығылмасын десеңіздер, қазірден бастап тәрбиесіне мән бергендеріңіз жөн. Әлеуметтік желіде Қызылорда облысы Әйтеке би кентінде 16 жастағы жасөспірімді аяусыз соққыға жыққан бейне жазба тарады. Полиция дерегі бойынша олардың үстінен бұзақылық бабы бойынша іс қозғалған. Алайда жәбірленушінің анасы бұл шешіммен келіспейді. Жан түршіктірер бейне жазба қоғамда резонанс туғызғаны жасырын емес. Соққыға жығылған қуандық қазір ауыр халде ауруханада жатыр. Анасының айтуынша оқиға 6 сәуір күні түскі 2 шамасында болған. Сабақтан қайтып келе жатқан оқушыны бір топ бала саябаққа шақырып, еш себепсіз соққыға жыққан. Алайда бет аузы даладай қан болған баланы танысы көріп таксиге мінгізіп жіберіпті. Үйіне жеткен ол талықсып құлаған. Дәрігерлер ауыр соққыдан жасөспірімнің миына зақым келгенін атап өтті. Қазалы аудандық полиция бөлімі басшысының орынбасары 3 күдікті ұсталып, қазір полиция бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамалғанын мәлімдеді. Ақтөбелінде ағайынның алауыздығы алаңдатады бізді. 300-дің басын қосқан атағы алталашқа жайылған Абылайхан білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенген заманда қапы қалып жүрмелік деген өсиет айтып кеткен еді. Бұл білімдінің заманы. Елдігімізді сақтап қалу үшін жұдырық жұмсаудың орнына жұмыла әрекет еткеніміз абзал. Қызылордадағы қақтығыстар мұнымен бітпейді ағайын. Осы аптада сыр еліндегі мектептердің бірінде жоғары сынып оқушылары бір-біріне пышақ сілтеген. Пышақ жарақатын алған оқушы ауруханаға жеткізіліп, дәрігерлік көмек көрсетілгеннен кейін үйіне қайтарылды. Аталған дерек сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізіміне Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы бойынша тіркелген. Күдікті жасөспірім Қызылорда қалалық полиция бөліміне жеткізіліп, ата-анасына тапсырылды. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бұл әрине сұмдық жағдай. Жасөспірімдердің жетілу кезеңіндегі жағдай деп баға беретін болсақ, кері кеткеніміз. Адам болар бала алысқа қарайды демекші, үлкен өмірге қадам басқалы отырған азаматтардың ісі құптарлық жайт емес екені анық ағайын. Мектептегі әлімжеттік жыныстық зорлық-зомбылыққа ауысқандай бұл күндері. 10 сәуір күні Түркістан облысында 6 сынып оқушысы өзінен кіші баланы зорлады деген дерек дүйім жұртты дүр сілкіндірді. Жаға ұстатарлық жайт Түркістан облысының Төле би ауданында орын алған. Жәбір көрген баланың анасы Немальчи қорынан көмек сұрауға мәжбүр болды. Мектеп әкімшілігі жәбірленушінің анасына келіп шулатпауын өтінген. Мұндай әділетсіздікке шыдамаған отбасы ауылдан көшіп кеткен екен.
Облыстық полиция департаменті бұл мәселе тікелей басшылықтың назарында екеніне сендірді. Оқиға орнына жедел тергеу тобы келіп, барлық қажетті іс-шараларды өткізген. Отан отбасынан басталады деген сөз бар. Десе де, баланың тәрбие көзі жын-жыбыр жайлаған әлеуметтік желі емес, әке-шешесінің ақылы болғаны жөн. Біз Қазақстанның барлық мектептерінде тәрбие жұмыстарын тереңдетуді, тәртіп жағдайын қатаң түрде қадағалауды ұсынамыз. Мұны еститін құлақ болса әрине. Халық үніне құлақ асатын мемлекет деген ұранның жалаң сөз емес екенін дәлелденетін сәт келген секілді ағайын. Әлімжеттік қарапайым әкел, әпер дегеннен басталып, денсаулыққа қауіп төндіретін әрекеттерге дейін баратын қоғам дерті. Әлімжеттік мәселесіне қаптаған қан төгіске толы фильм мен компьютерлік ойындардың да әсер еткенін жоққа шығаруға болмайды. Ұядан не көрсең, ұшқанда соны ілерсің дейді біздің қазақ. Ұлттық тірек болар ұлдарыңыз бен аты шықпаған қыздарыңыз көп болсын, құрметті қазақ елі. Осымен біздің бағдардың кезекті сәні тәмам. Арнаға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, осы бейне жазбаны таратыңыздар. Өйткені біз сіздер үшін қызмет қыламыз.